Мен 2018 жылы мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін ұбт-дан 93 балл жинадым. Мен 93 баллмен Астана, Алматы қалаларына оқуға түсуді армандадым. Барлық студенттер сияқты. Дегенмен де мен ол жинаған балыммен өзім қалаған, өзім армандаған мамандыққа оқуға түсе алған жоқпын. Дегенмен де менде үлкен бір алдымда үлкен шанс болды, үлкен бір мүмкіндік болды. 93 балмен серпін бағдарламасымен Павлодар қаласына грантқа оқуға түстім. Осы сол келген кезде негізі Павлодар қаласына келгенмен біраз кішкене өкінген, себебі мұнда ешқандай туған туысқаным, достарым ешкім болмағандықтан. Ал қазіргі таңда студент болғаннан кейін, бір жылдан кейін мен түсіндім, бұл қалада өсуге, өнуге, жұмыс жасауға, карьерный рост жасауға, студенттік өмірді қызықты өткізуге мүмкіндіктер болады. Мен осы қалада қазір жұмыс жасаймын. Оқу бітіргеніме 3 жыл, 3 жыл ішінде университетте жұмыс жасадым. Сонымен қатар колледжде сабақ бердім, студенттік театрлармен жұмыс жасаймын. Жалпы негізі Павлодар қаласы маған көптеген мүмкіндіктер берді деп айтсам болады. Оның әрине бұл аз балмен оңтүстіктің студенттерін шет қалаларға грантқа оқуға түсіру, яғни мына серпін бағдарламасының арқасында деп білемін. Негізінде серпін бағдарламасы көптеген студенттерге, көптеген жастарға мүмкіндік береді. Жалпы негізі бұл бағдарламаның халыққа берері өте көп, себебі өздеріңіз білетіндей оңтүстікте халық саны көп болғандықтан халыққа жұмыс жетпейді. Және де сол себепті жұмыссыз адамдар өте көп. Ал солтүстік қалаларында, біздің тек қана Павлодарда ғана емес, ол бағдарлама Өскеменде жұмыс жасайды, Петропавлда да өзінің ісін атқарып жатыр. Бірақ осы бағдарламаның арқасында көптеген оңтүстіктің азаматтары солтүстіктің қалаларына келіп жұмыс жасап, өздерінің белгілі бір карьерный росттарын жасап жатыр. Жалпы мен Павлодар қаласына оқуға түскен кезде, шыны керек, біз оңтүстіктен келгеннен кейін, Шымкент қаласынан келгеннен кейін орыс тілінде сөйлеу өте қиын болды. Және орыс тілінде сабақтар, орыс тіліндегі мұғалімдер орысша сөйлейтін. Жалпы халықтың өзі орысша сөйлегендіктен бізге сол тіл жағынан кішкене мәселелер болды. Түсініспеушілік болды бізде. Жеке өзімде өте қатты басында қиын болды. Бір жарты жыл көлемінде өзімнің орыс тілін білмегенім үшін өте қатты ұялдым, өте қатты қысылдым. Мен тіл білмегендіктен біраз шаруаларды жасай алған. Студент болған кезде жатақханаға орналасқаннан кейін студенттік өмірдің қызықтары басталды. Мысалы, менің өзім өте активный студенттердің қатарында болдым, және таң сағат 8-де сабаққа кеткеннен кешкі сағат жатақхана жабылатын 9-да, 10-да бірақ келетін. Себебі менде көптеген ұйымдармен жұмыс жасадым. Мысалы, соның ішінде ең алғашқы мен қызығып кірген ұйым ол серпін іскерлер ұйымы болды. Содан кейін Ақиқат дебат клубына кірдім. Бірақ негізі өзімнің көңілім қалаған театр бағытында жұмыс жасайтын ұйым болса деп ойлаған, бірақ ол кезде болмаған. Біз сосын басқа университеттің ұйымдарына барып жүрдік, театр ұйымдарына. Сосын өзіміздің университеттен театр ашып алдық. Менің студенттік өмірімді өте қызықты өткізгенің үшін рахмет саған, Серпін. Рахмет саған, Павлодар.